адам құқықтары жеке адамды мемлекеттен қорғау үшін керек. Жеке адамды мемлекеттен не үшін қорғау керек? Жеке адамның қолында ештеңе жоқ. Қару жоқ, қару ұстау заңсыз, армиясы жоқ, полициясы жоқ, соты жоқ. Ал мемлекетте оның бәрі бар. Кез келген уақытта мемлекет жеке бірақ адамды соттай алады, полицияға ұстап қамауы мүмкін, мысалы заңсыз. Өмірін, қадір-қасиетін, мүлкін, тағы басқа денсаулығын зиян келтіріп, құқықтарын бұзуы мүмкін. Осының бәрін қорғау үшін өркениетті демократиялық мемлекеттерде конституцияларында адам құқықтары деген тараулар бар, институттар бар, яғни нормалар. Солар жеке адамды мемлекеттің ықпалынан осындай заңсыз әсіре сілтеуден қорғауға арналған.